Үй жағдайында мұрынды тазалаудың әдістерінің бірі ол мұрынды тұз қосылған сумен шаю. Мұрынды тұзды сумен шаю өте пайдалы. Ол көптеген мұрын қуысының ауруларында, атап айтқанда жіті респираторлық вирустық инфекцияда, тұмауда, гайморитте, бронхитте, аллергиялық ринитте, вазомоторлық ринитте және мұрын қуысындағы қатып қалған шырыштарды кетіру үшін, вирустар мен бактерияларды құтылу үшін қолданады. Шаңды жерде жұмыс істейтін адамдар осы процедураны үнемі қолданып тұрса, мұрын қуысындағы қатып қалған шаңдарды, бактерияларды кетіруге болады. Тұзды ерітінді ретінде теңіз тұзын, ол болмаған жағдайда қарапайым ас тұзын немесе дәріханада сатылатын физиологиялық ерітіндіні пайдалануға болады. Тұзды ерітіндіні дайындау үшін 9 грамм теңіз тұзын, ол 1 шай қасыққа тең келеді. 1 литр қайнаған суға еземіз. Суды қайнатып, одан кейін суытып салған дұрыс болады. Одан кейін араластырып, қасықпен ерітетін боламыз. Одан кейін сүзгіден сүзіп алып өткіземіз. Ал балаларға қолданатын болсаңыз, жаңа дайын болған ерітіндінің үстіне 1 стакан қайнаған су қосамыз, концентрациясын азайту үшін. Қарапайым ас тұзында осы әдіспен дайындайтын боламыз. Мұрынды шаймас бұрын ерітіндінің температурасы 38-40 градусқа тең болуы керек. Егер мұрныңыз бітеліп тұрса, шаймас бұрын мұрныңызға қан тамырын тарылтатын дәрілерді қолданған жөн. Оларға нафтизин, тизин сияқты дәрілер жатады. Мұрынды шаю үшін пипетканы, резиновый грушаны, медициналық шприцтерді 10-лық, 20-лық түрін, мұрынды шаюға арналған арнайы шәйнек түріндегісін пайдалануға болады. Мұрынды шаю үшін басыңызды алға қарай еңкейтіп, сәл жағына бұрылу керек. Одан кейін терең дем алып, дем шығару керек. Деміңізді ұстап тұрып, ұшын жоғарыда орналасқан танауыңызға басу керек. Содан кейін ерітіндіні мұрын жолына ағатындай етіп, ұшын көтеру керек. Осы кезде екінші танаудан су аға бастайды. Осылай етіп, келесі танауыңыздан керісінше жүргізесіз. Осы процедураны медициналық шприцпен және грушамен де, пипеткамен де жасауға болады. Бұл процедураны жасауға қарсы көрсетілімдер де бар. Оларға үнемі мұрынның қанауы, жедел адетте, мұрын қуысына өсінді шыққанда, мұрын каналының өтімсіздігінде қолдануға болмайды. Назар аударғандарыңызға рахмет.